Қазақта былай дейді: әке асқар тау, ана қайнар бұлақ, а бала жағасындағы құрақ дейді. Міне, некені, отбасын табиғаттың өзі үндесі осылай қалыптастырған. Ал осы жағадағы құрақ жайқалып өсу үшін күннің жылы нұры керек деген. Бұл ата-ананың балаға беретін мейірімі. Осылар толыққан жағдайға ғана біз салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелей алады екенбіз. Бұл біздің Конституцияда айқын көрсетілген. Одан бөтен және бір, әрбір кәмелетке толған, еңбекке жарамды азамат өзінің еңбекке жарамсыз ата-анасына қарауға міндетті делінген. Бұл біздің жүрегімізде тұрған жазылмаған дала заңында атадан балаға мирас болып келатқан барлық адамның жүрегінде қалған тамаша иманды әрекет, иманды құндылық. Бұл таза көрсетілген. Демек, біздің елімізде қарттар үйі болмайды. Біздің мемлекетіміз қарттар үйіне жұмсаған қыруар қаржыны басқа бағытқа жұмсай алады. Бұл біздің жаңа Қазақстанның жаңа даму кезеңінде үлкен қамқорлық. Әрине, біз аналар кеңесі осы бағытта мемлекет басшысының 5 қағидаты, 5 кеселден сақтандыру бойынша біз отбасылық зорлық-зомбылық, мынау ысырапшылдық, вандализм, нашақорлық, осыларға қарсы біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Осылардың алдын алу мақсатында салауатты сана жобасын жұмыс жасап іске асырудамыз. Мұндағы мақсат біз осы тәрбиенің алдын алу, отбасындағы құндылықтар мен ата-анаға әдістемелік көмекші құралдар арқылы олардың тәрбие мәселесіне көңіл бөлуіне жағдай жасау. Міне, одан бөтен біз бір жаңа жобаны қолға алдық. Ол жоба әке, ана, сіздерге ризамын деген жоба. Бұл жоба қазір балалардың жүрегінде бір қатыгездік пайда болып бара жатқандай. Осы жоба ата-анасына рахмет айта отырып, балалардың ойында, жүрегінде мейірімді қалыптастыру. Бұл біздің құндылығымыз, бұл біздің керек дүниеміз. Біз мемлекетімізді ертең тұтқасын ұстайтын, көк туымызды көкке көтеретін, мемлекет үшін барлық уақытта өзінің көкірегін жауын болса тосатын, жаңбыр болса шатыр болатын, қалқан болатын ұрпақ тәрбиелеу біздің мақсатымыз. Сондықтан, құрметті ағайындар, біз аналар кеңесі өзіміздің қолған жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз да. Біз жаңа Конституцияны қолдаймыз, жаңа мемлекетіміздің тамаша ұрпақтарын дайындауға барлық уақытта дайынбыз.